Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай құйрық майды қалай дайындау керектігін рецептісімен бөліскім келеді. Жалпы сіз өзіңіз құйрық майды тұтынасыз ба? Құйрық май өте пайдалы, бұрынғы ата-бабамыздан қалған, біздің күнделікті тұрмыста қолданатын емдік қасиеті бар, сондай емдік қасиеті бар май. Бірақ біз соңғы уақытта бұл майларды көп қолданбай кеттік. Бұл майды, құйрық майды дайындау үшін ең алдымен осындай таза тұздалмаған майды алып, салқын суға салып, кәдімгідей 30-45 минут арасында қайнатып аламыз. Лавр жапырағын және қара бұрыш салып, суда қайнағаннан бастап 30 минуттай қайнатып аласыз. Егер күмәндансаңыз 45 минуттай қайнатуға болады, бірақ менікі 30 минутта пісті. Құйрық май жалпы адам ағзасына қажетті май қышқылдары бар. Ол май қышқылдары адам ағзасында жаңағы жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады, қатерлі ісіктің алдын алады. Міне менің құйрық майым пісіп шықты, оны мен суытып алдым, ыссы болмасын. Содан кейін осы жерде менде 2 зубчик чеснок теркөден өткізілген және 1 шай қасық тұзымды, 1 шай қасық қара бұрышымды және тәтті паприканы осылай 2 шай қасықтай саласыздар. Осыларды жақсылап тұрып өз араластырып аламын әбден. Және осы араластырған құрамды мен қазір құйрық майға ысқылап жағатын боламын. Бұл құйрық майды әсіресе таңда қазіргі ораза кезінде, ауызбектер кезде жесеңіздер өте пайдалы. Ауызбектер кезде майды жеу сіздің көпке дейін қарныңыздың ашпауына, асқазан жұмысының бұзылмауына көп пайдасын тигізеді. Осылай әбден жақсылап тұрып, жан-жағының бәрін ысқылап тұрып, бәрін жағасыздар. Аз болып жатса қайтадан салып алыңыздар. Егер сізге чеснокты көбірек ұнайтын болса, чеснокты молдау салуға болады. Мен 2 зубчик чеснокты 350 грамм құйрық майға жасадым. Осылай әбден жақсылап бәрін жағып, енді бізде жаңағы тәтті паприкамыз бар. Тәтті паприканы мен әдейілеп кәдімгі препарат сататын жерден, весовойдан алдым. Солар дәмдірек болады. Осыған дұрыстап тұрып, жақсылап тұрып аунатамыз. Сонда өте әдемі түс береді. Бұндай құйрық майды қонақ келгенде, жаңағы ет ассортиінің қасына кессеңіз де өте дәмді, өте жақсы болады. Міне осылай жасалған құйрық майды мен бұл күйінде қазір жей алмайсыздар. Бұны кішкене 1 сағатқа морозильникке, кәдімгі холодильниктің мұздатқышына салып қатырып алу керек. Міне менде 1 сағат тұрды. Міне кесілгенде міне оп-оңай осылай әп-әдемі болып кесіледі. Өте дәмді болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Осылай өзін бөлек жеуге де болады. Жаңағыдай ассортилардың қасына қоюға да болады. Болмаса осылай ауызбектерде, осылай нанмен, листиямен осылай жесеңіздер өте пайдалы тағам боламақшы. Ас болсын сіздерге.